Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте керемет мохито және де лимонад дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен осылай апельсин және де кивиімізді майдалап турап алатын боламыз. Артық шеттерін алып тастаймыз. Барлығын осылай майдалап турап, дәнектерін алып тастаймыз. Енді блендерімізге салатын боламыз барлығын. Енді газдалған салқын суымызды құямыз. Кез келген газдалған су болады. Мен сарыағаш қолдандым. Осылай блендерден өткізіп аламыз. Барлығы толықтай араласып шығуы қажет. Енді ыдысымызға құмшекер салатын боламыз. 4-5 ас қасық салып аласыздар. Тәтті болған қаласаңыздар, немесе одан аз салыңыздар. Осылай өткізіп алатын боламыз. Тек қана бізге суы қажет. Осылай үстінен қатты қасықпен басып шығарып алатын боламыз барлық суын. Енді екінші лимонадымызды дайындаймыз. Тек қана апельсин мен лимон. Тура солай газдалған су құятын боламыз. Осылай ситадан өткізіп, тек қана суын құйып аламыз. Құмшекер азырақ саламыз, ол кішкене қышқылдау болады. Содан соң мұзымызды саламыз. Миятаны жуып тазалап, осылай салып, енді газдалған салқын суымызды құятын боламыз. Сарыағаш немесе спрайт қолдансаңыздар болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Нағыз жаздың ыстық күндеріне арналған. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаларыңызға ас болсын. Біздің мохитомыз өте керемет, дәмді болып шықты.